Баршаңызға қайырлы күн, арнаға қош келдіңіздер. Өте дәмді, тез желініп қоятын және дастарханның сәні болатын фрукт салатына не қоссам болады деп жаңа рецепт іздеп жүрсеңіздер, осы видеоны соңына дейін көріп, дәл осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Мен үнемі фрукт салатына осындай фруктовый мороженойды қосам. Мына жерде клубничный мороженойды дайындап алдым. Фруктыдан көп керек емес, 3 түрі болса жарайды. Бізде алма, мандарин, жүзім, 4 бұрыш етіп турап алдым. Болғаннан кейін үстіне 2 ас қасықтан әр ыдысымызға мороженойды салып қоямыз. Біздің отбасымызға осы салат өте ұнайды және дәмі өте керемет болып шығады. Салдық, енді холодильникке 1 сағатқа қоя тұрамыз. Міне салатымыз дайын, ас болсын.